2011 жылы 1 ақпанда ашылып, мектептің тұңғыш басшысы қызметін Өсімбеков Ерлан ағай атқарды. 2014 жылдың наурыз айынан бастап Мұсабекова Роза Құрбанқызы директор болып қызмет атқарып келеді. Мектеп ашылған күннен бастап тарих-география бірлестігі құрылып, кабинеттер жабдықталып, өз жұмысын бастады. Бірлестікте жоғары білімді 16 мұғалім бар. Бірлестігіміздегі ұстаздық жолын үлгі тұтатын, бала тәрбиелеу мен білім беруде еңбегі сіңген Айдағараева Жанат, Айдағараева Ханша, Еспенбетова Айжан, Мұханғалиева Роза сынды ұстаздарымызды мақтан етеміз. Мектебімізде 2015 жылы Дінмұхаммед Қонаев атауын беру туралы министрліктің қаулысы шыққан күннен бастап арнайы мұражай ашылды. Тарих-география бірлестігінің ұйымдастыруымен 2018 жылдың қаңтар айында Дінмұхаммед Қонаевтың игістер мен жетістіктер атты ғылыми конференция ұйымдастырылып, ауданымызға белгілі құрметті азаматтар Бегім Серікұлы және Қайрат Балабиев ағаларымыз қатысты. Сондай іс-шаралардың бірі бірлестіктің ұйымдастыруымен еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай зиялы қауымның қатысуымен мемлекеттілік тарих атты кездесу кеші болып өтті. Жыл сайын пән апталықтары өтіледі. Апталықтың ашылу рәсімінде тарих-география пәнін терең білудің маңызына тоқталған мазмұнды баяндамалар мен патриоттық өлеңдер оқылады. Апталық жоспарына көптеген сайыстар мен қызықты ойындар енгізіліп, жеңімпаздарға жүлделі орындар мен бағалы сыйлықтар беріледі. Бұдан бөлек аудандық, облыстық, республикалық сайыстарда жүлделі орындар иеленіп жүрген оқушылар мен ұстаздарымыз бар. Біз өз ұстаздарымызды мақтан етеміз. Мен Жетісай аудандық адами әлеуетті дамыту бөлімінің Жетісай қаласындағы нөмірі 8-ші Алпамыс Батыр атындағы жалпы орта мектебінің директоры Сапаров Жандос Сұлтанбайұлы. Жетісай қаласындағы нөмірі 9-ші Дінмұхаммед Қонаев атындағы IT мектеп лицейден және сол мектептің әкімшілігінің ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан 10 жылдық мерейлі тойына өткізіп жатқан қашықтық жағдайдағы іс-шарасына сәттілік тілеймін. Тек қана биік белес, қызметкерлерге тек шығармашылық табыс, отбасыларына амандық тілеймін. Дінмұхаммед Қонаев атындағы нөмір 9-шы IT мектеп лицейінің Роза апай бастаған ұжымға мен әрдайым шығармашылық табыс тілеймін. Білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткізілетін әдістемелік кабинет тарапынан барлық байқауларға, сайыстарға белсене қатысып, оқушыларыңыз үнемі белестерді бағындырып, біздің ауданымыздың абыройын асқақтата берсін. Әрдайым сіздердің ұжымдарыңызға мен шығармашылық табыс, береке, бірлік тілеймін.